Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біздің каналда қазақ тілі 3 сынып 99 сабақ сын есім. Балалар, сендермен бірге Майра апай бүгінгі 99 сабақтың барлық тапсырмаларын орындауға көмектесетін болам. Олай болса, балалар, тапсырмаға көшейік. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші жаттығу. Мәтінді мұқият тыңда. Абай Қарқаралыдан қайтып келген соң күні-түні кітап оқыды. Оған кітаптарынан көп асыл бұйымдар тапты. Абай тарихи кітаптар мен шығыстың дастан хикаяларын бас алмай оқиды. Кешкі шайдан соң Абай кейбір оқып шыққан кітаптарын үй ішіне әңгімелеп береді. Зере әжесі Абайдың кітапқа ықыласын байқап: «Қарағым, осының ақыл, осы ала қағазыңнан айырылма, басқа балаларға ұқсама», дейді. Абай әжесінің сөзіне разы болып, күн сайын бір тамаша әңгіме айтатын болды. Мұхтар Әуезовтен. Балалар, келесі тапсырма: мәтіннен мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле. Олардың мағынасын сөздіктен оқып ал. Балалар, мәтінде бұйымдар деген сөз ақыл, білім деген мағынаны білдіріп тұр. Ал дастан ол ұзақ әңгіме, тарихи шежіре деген мағынаны білдіріп тұр. Ал хикая бұл бастан кешкен жағдай, болған іс оқиға. Ал бас алмау, еш нәрсеге алаңдамау, еш нәрсеге назар салмау. Ал ықылас бұл жақсы ниет. Келесі тапсырма: мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Қай сөйлем мәтін тақырыбы мен негізгі ойға сәйкес келеді? Сол сөйлемді жаз. Бірінші: бір істі бастасаң аяқсыз тастама. Кітап білім бұлағы. Балалар, бұл мәтінге кітап білім бұлағы деген тақырып жақсы келеді. Яғни, өйткені Абайдың кітапты оқуды жақсы көретіні, кітапты бас алмай оқитыны, оны үй ішіндегілерге әңгімелеп беретін туралы айтылған. Сондықтан кітап білім бұлағы бұл мәтінге тақырып бола алады. Келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші жаттығуда мәтіннен етістіктерді теріп жаз. Олардың негізгі және туынды болымды және болымсыз етістіктерге ажырат. Балалар, мәтінде оқыды, тапты, әңгімелеп берді, оқиды, әңгіме айтатын болды деген етістіктер бұл негізгі етістіктер. Ал әңгімелеп, айырылма, ұқсама етістіктері бұл туынды етістіктер. Ал айырылма, ұқсама бұл болымсыз етістіктер. Төртінші жаттығуда қарамен жазылған сөздердің сын есім екенін дәлелде. Асыл, тарихи, ала, тамаша бұл сын есімдер. Өйткені қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Бесінші тапсырмада, балалар, мәтін мазмұны бойынша ақпараттың бұрыстығын анықта. Бұл мәтінде дұрыс сөздер құс қанатымен, дұрыс емес ақпарат X белгісінде белгіленген. Абай күні-түні кітап оқыды. Әрине, дұрыс ақпарат. Ол үй ішіне әңгімелеп берді. Дұрыс ақпарат. Зере әжесі Абайдың кітап оқуға деген ынтасын байқамады. Бұл бұрыс ақпарат. Ол басқа балаларға ұқсап өстеді. Әрине, бұл дұрыс емес, яғни бұрыс ақпарат. Абай әжесінің сөзіне риза болды. Дұрыс. Ол күн сайын бір әңгіме айтатын болды. Дұрыс ақпарат. Балалар, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Алтыншы жаттығуда суреттерге қара. Суреттердің мазмұнына сәйкес келетін сөйлемдерді төмендегі мәтіннен таңда. Балалар, бізге кітаптарыңда мәтінді араластырып берген, және біз сол мәтіннен суретке сай мәтіндерді бөліп алдық. Бірінші суретке мына мәтіндер сәйкес келеді. Оқушылар демалыс үйіне келді. Демалыс үйі қалың қарағайдың арасына орналасыпты. Жанында үлкен көлі бар. Ал екінші суретке мына мәтіндер сәйкес келеді.
Көлдің жағасында кішкене қайықтар тұр. Балалар қайыққа мініп серуендеп жүр. Балалар осы жазылған сөйлемдерді рет-ретімен жазып, толық мәтінді дәптерлеріңе көшіріп алыңдар. Сын есімдердің асынсыз. Кішкене, қандай кішкене. Қалың, қандай қалың. Үлкен, қандай үлкен. Балалар осылай сын есімдерін асын сызып, дәптерлеріңе мәтінді рет-ретімен көшіріп алыңдар. Балалар, бүгінгі тапсырма сендерге ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңдер. Осымен бүгінгі біздің тапсырма аяқталды. Сау болыңдар балалар.